жауап беру. Бүгінгі сауалға өте жақсы белсене қатысқан көп тиген мынадай қиындарды беріп жіберген. Осы сұрақтарға жақсы белсене қатысып, бүгінгі сабаққа жақсы қатысқан оқушыларға осы алтын тиынды тарату арқылы сіздерді бағалайтын боламын. Енді мына қоржынның ішінде біздерге сұрақтар берілген. Мен қазір 4 оқушыны тақтаға шығаратын боламын. Қолымызды көтереміз. Сұлтан шыға ғой. Айзелі шыға ғой. Айару шыға ғой. Даймер шыға ғой. Жақсы балалар, сіздерді де басқа сабақта шығаратын боламын, жарай ма? Так. Сұраққа түсінбей жатсақ, жауап өзіміз айтайын. Кім сұраққа дайын? Айта беруге болады. Наурыз көжеге қосылатын тағамдарды ата дейді Айару. Наурыз көжеге қосылатын тағамдарды атайық. Süt, su, tarhana, nan, күріш, ет және тұз. Жарайсың. Келесі сұраққа кім дайын? Наурыз мейрамы қай? Айзеледе наурыз мерекесі қашан тойланады дейді? Наурыз мерекесі 22 наурыз күні тойланады. Жарайсың. Келесі Дамир. Ұлттық тағамдарды атты. Ұлттық тамақтар ет, сүт, айран, қымыз. Ұлттық тағамдар, қазы, қарда. Мұнысы болын қалап қалған ағашта ағашқа кеткен көп. Жарайсыңдар, ендеше балалар, біздер қазір сабақтың ортасында қосамыз, Сұлтан. Қазір сол біздер Ақтөбе қаласындағы тарихи өлкетану музейіне барған кезімізден үзіндіні тамашалаймыз. Ендеше топқа бөлме қоямыз. Келе қойыңыздар. Балалар, бұл топырақтың ішінде өте қызықты қазба бар екен. Соны бәріміз аламыз, қолымызды білдіріп алмай. Кәнекей кім тапты? Залекке шыға ғой, тақтадан Сұлтан шыға ғой, Бертай шыға ғой, Айселе шыға ғой. Тапқан затымызды аламыз да, балалар. Әдемі шыға ғой. Неқті қой? Инабат шыға ғой. Ендеше балалар, біздер жаңа қазба жұмыстарының ішінен не тауып алдық? Әшекей бұйымдарды тауып алдық. Әр топ өзінің тапқан бұйымдарын айта қойсын. Оны қай жерде қолданады, кімдер тағады? Инабат. Бізде сырға шықты. Сырғада
әдемі әжелеріміз тағады. Және де оюлармен бейнеленген. Жарайсың. Әдемі сол. Бұл сақина ежелгі заманда біздің әжелеріміз таққан. Келесі Айзере. Бұл сақина оны біздің ежелгі кезінде әдемі әжелеріміз таққан. Және аналарымыз таққан. Жәнеке. Ежелгі заманда әжелер мен аналар осы ойылған белдікті таққан. Виктор. Күмістен жасауға білесіз. Оны ежелгі заманда аналарымыз таққан. Сотар. Бұл ежелгі алтын сақина. Бұны әжелеріміз бен аналарымыз таққан. Жарайсың. Балалар өте жұмыс сіздерге қызықты болды ма? Өте жақсы. Яғни сіздерге алтын деген таратамын. Бұны сабақтың соңында басқа да топтағы оқушыларға беретін боламыз. Орнымызға отырамыз. Мына жерге қоя қойыңыздар. Яғни бүгінгі сабағымыз бойынша қорытындылаймыз. Бүгінгі сіздерге сабақ ұнады ма? Сабақ болды ма? Бірінші тақтаға қараймыз. Бұл жерде алтын құмыра, күміс құмыра және қола құмыра тұр. Егер де сіздер бүгінгі сабақты жақсы меңгердім десеңіздер, алтын құмыраға өз атымызды жабыстырамыз. Ал сабаққа тек қана жай ғана түсіндім, барлығын мүлдем түсінген жоқпын десе ғана, жартылай түсінген оқушы күміс құмыраға өз аттарын жабыстырады, ал мына қола құмыраға мүлдем мен ештеңені түсінбедім, бүгінгі сабақ маған қызықсыз өтті десеңіздер, өз аттарыңызды осы құмыраға жабыстырасыздар. Келе қойыңыздар.